Қазақстандық академик Сайлыбай Бекболат 13 айдан тұратын жаңа күнтізбе әзірледі. Оның пікірінше қазіргі қолданыстағы Григориан күнтізбесі дұрыс емес. Себебі аталмыш жоба құрылған кезде нөлден басталатын цифрлық жүйе болмаған. Жаңа күнтізбе кестесінің ерекшеліктерін тілшіміз тарқатады. Алматы қаласында ұсынылған жаңа күнтізбе 13 айдан тұрады. Оған сәйкес бір айда 28 тәулік бар. Ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты белгілі академик Сайлыбай Бекболатов өзі құрастырған күнтізбені ең дұрыс нұсқа деп есептейді. Айтуынша, оны зерттеу жұмыстарымен әзірлеуге бірнеше жылын арнаған. Жай есепті нөлден басталмаған. Сантиметр нөлден басталады ғой. Көрдің ба? Уақытта нөлден басталады. Бұлар нөлдің орнына бірді қойып қойған ғой. Сөйткенде нөл мен бірдің аралығында бір тәулікті 4-ші жылға қосылсаған қолдан. Сонымен бір жылда әр айда біресе 28, біресе 29, 30, 31 бөлек тұрақты жоқ. Күнтізбе тұсаукесеріне танымал профессорлар мен академиктер, қоғам және саяси қайраткерлер қатысты. Көпшілігі жаңа күнтізбені енгізуді қолдайтынын жеткізсе, енді бірі жобаның экономикалық тиімді тұстарына тоқталды. Айтуларынша, егер жаңа күнтізбе енгізілсе, жыл сайын күнтізбені жаңалаудың әрі қаржы бөлудің қажеті жоқ. Себебі барлық айлар бірдей құрылымға ие. Бұл қазақтың басына қонған бақ десе болады. Біздің календар 13 ай. Бұл жаңа біз қазіргі кезде григорианский календармен кетіп қалған 12 ай. Бірақ әр нәрсенің өз орны болады. Академиктің күнтізбесіне сәйкес жаңа жыл наурыз айында аталады, ал 21 наурызға түскен алғашқы күн нөлге айналады. Бұл мәселе даулы болғанмен Сайлыбай Бекболатов өз күнтізбесін қолданысқа енгізуге ниетті. Ақбота Оралқызы, Адалия Жаркенова, Хангелді Ахметханов, Жетісу арнасы.